милиция бөлімі. Сәлематсыз ба қарағым. Сізбен сөйлесіп тұрған профессор Жансейітовтің әйелі. Я, Жансейітов. Қарағым, сіздерде біздің баламыз жатыр еді. Бүгін қайтаратын болып келісіп едік. Қашан жібердіңіздер? Не дейсіз? Кеткеніне 3 сағат болды дейсіз бе? Жарайды. Рахмет. Қойып қайттыңдар ма? Жаңа зиратқа жерлеген шығарсыңдар. Үйлеріне кіріп шықтыңдар ма? Ұзақ отырмағансыңдар ғой. Сен нәңгейіне барып көмектеспеді? Сен басында да болған жоқсың. Ойбай-ау, менің қолым тиіп жатыр ма? Кеше түнде күзетінде болдым. Бүгін поштасуға кіріп шықтым. Одан артық не қыл дейсің маған? 15 күнге өліп кетпесе де. Бұрындары ондайды көрмеген балаға бір күннің өзі бір жылдай. Босатқандарына 3 сағаттан асып кетіпті. Әлі жоқ. Жүрген шығар келер еді. Ардақтаған ата-анама сәлем беріп. Балаң келді. Келдің ба? Қалайсың? Ассалаумағалейкум. Сенімен сөйлесетін уақытым жоқ. Қызметтен кетіп барам. Қарның ашқан шығар. Ас үйде ет пісіп жатыр. Нанын иілеп кеттім. Өздерің салып жүрсіңдер. Өзің жүдеп қалыпсың ғой. Енді ұмытылмастай сабақ болған шығар. Анашым, өмір деген үлкен. Қанша оқысаң да сабақ болсын. Сен институтқа түспей жүргеніңде осыдан екен ғой. Папа, сен мен кетіп тұрсың. Бірақ айтқан сөзіңде шындық бар. Ал, сабалған балаң тұрмын. Асқар, мен саған неше айттым әкеңнің бетіне келме деп. Онсыз да азам өтіп тұр. Сазайыңды үйге келген соң береді. Анашым, сен папамды қанша мынандай елегенмен маған ашуың жетпейді. Мен оны білемін. Бұл ашуланбашы. Түрмеден шыққан баласын анасы деген жұбарсықтап күтіп алар болар. Көріп тұрмын ғой. Құшақтарың сенің келсін. Күйдіріп ақ біттің ау жалғыз. Өзің жүдеп кетіпсің ғой тіпті. Манадан бері қайда болдың? Қайда болушы едім? Сол қабірдің басында болдым. Мен сені көрмедім ғой. Папа, сен қатты қайғырып тұрмын. Кісі көретіндей халде болмады. Оның үстіне өзімді кішкене ұстап көрдім жоқ. Санжарағанды жақсы көруші едің, шыдамаған екенсің ғой айналайын. Ендеше мен кеттім. Жарты сағаттан кейін наныз қалып жібересіңдер. Жарайды. Жұрттан қабірден қайтқан 2 сағат болды. Қабірдің басында Санжарағайдың оңаша болған екен. Аман жақтан көріп жазушылардың әңгімесін тыңдадым. Балам, көңілге жақсы екен. Түрмеден шыққан адам көңілге жаман бола ма? Кер сөйлеп кергілесеміз бе? Әлде жай. Немене үшін қорсын? Не айтсам да сенбейсіз ғой? Ай, тыңдап көрейін. Жарайды. Оның өзінің айтатынында қызық шаман, кәдімгі төбелес. 2 хулиган бір жап-жас қызға байланысып тұр екен. Сен сонда солардың үстінен шыға келген. Дәл үстінен түстім ғой. Кәдімгі ана қыз жібер деп шыр-шыр етеді. Ал ана 2 хулиган болса жіберіп қойып, біреу қылжақтап, біреу айбат шен. Ана парктың түбінде барда ысырып бар екен. Адаммен сирек жүретін жер екен. Сен ол жерде не істеп, не қылып жүрсің ғой? Жай бір ойламаққа қиялданып барған ғой. Отыршы балам. Тым болмаса бір оригинальный оқиға ойлап таппадың. Ғафу ет, папа. Бірақ сенің мына қазіргі кескінің милиция бастығында аумай тура соғып салайын. Тек үстіңе форма киіп алсаң. Жай, келіштеме бол. Сол қабірдің басында болды. Санжарағанда машинаға қойды. Түтіннен келгені жоқ. Жоқ. Мен білмеймін ғой, мен милицияда болдым ғой. Әлде машинаның астынан өзі? Жоқ, олай да болмас. Ондай болмаса керек. Санжараған ондайға бармайды ғой. Қасында болуы да мүмкін емес.
таксидің шофері. Иә, тікелей қасынан жазғатып деуге қиын ғой. Неге күмілжіп тұрсың? Шайбеді. Кемелбек Қаражановичтің сөзі. Қалай құрқылыштарда, Ол жаман сөйлеген жоқ. жаман сөйлеген жоқ емес, тіпті ғаламат сөйледі деңіз. Білмеймін, әйтеуір сол жерде отырған адамдардың барлығын риза қылды ғой. Бірақ жұрттың ұқпайтын бір нәрсесі бар. Шын қайғырған адам суық сөйлей алмайды. Жақсылыққа көрінбей. Папам мақал шығара бастады. Сонда папа, сенің ең жақын досың қабірдің басында сөйлей алмай қалғаның да содан ба? Содан. Бәсе, сезбедім. Сенің айтатын сөзің қиын сөз. Оған әлі біраз уақыт керек. Оның үстіне менің де айтар сөзім дайын емес. Санжар ағаймен оңаша болдым. Сен жыладың ба? Немене? Әке ашық тілді ұрпақ атансақ та, біздің де көзімізде жас бар. Өзің айтушы едің ғой. Көкбай ақынның өлердегі өлең. Қит етсе Көкбай сөйтті дейсіңдер, ал енді мен кеттім. Орныма егін ексем. Солай Санжар ағай кетті. Санжар дейсің. Енді институттың қабырғасы болса. Сен институттың жағдайымен емессің. Ең кішкентай қызметкер өсекті бастығынан бұрын есептеген екен. Оның үстіне Санжар ағай маған арты-сыртын айтады. Бірақ алдырмайды. Саған? Иә, Тамыр қауымда дұрыс шығар әрине. Санжар ағай маған жақын болды. Тіпті сенің маған жаның ашып дейді. Бір рет болсын адам ұсақ әңгіме айтпадық қой. Сонда менің саған айтқан ақылым аз болған ма? Жоқ, айтқан ақылыңыз аз емес. Мүмкін өзіңнің жетесіздігің болар. Бірақ Санжар ағай маған ақыл айтпайды. Ол менің сырласым досым болады. Иә, папа, сізбен құрдас болғанмен ол маған үлкендігін білдірмейді. Тіпті ақыл сұрайды екен. Сенен бе сонда ақыл сұрайды? Тіпті жазар алдындағы ойлармен пікірлеседі. Иә, мүмкін қарып қалып пікір айтпаған болар, бірақ өзімді мен сондай кезде адам ретінде санап қалар. Ал сенің маған жаның ашып айтқан сөздеріңді естігенде өзімді бір енесінің емшегін таба алмай жүрген соқыр жүрегімді сездім. Солай деп ол. Солай екен. Неге ойланып қалдыңыз? Сен маған бұрынғыдан қарағанда көзіме басқаша түсіп тұрсың ғой. Сенің балықтан шығып ой ойлай бастаған кезіңді өткізіп алыппын. Иә, күндіз көше сыпырып жайлы мекенімізге келіп жайғастық. Бірден құлай кетпей қоршаудың ішіне шықтым. Кімді, нені күткенімді білмеймін, бірақ бірдеңеге үміткер сияқты едім. Асқар. Мә, саған. Сен мұнда не жүрсің? Саған келдім. Маған келіп? Иә, ол менің ақысы. Қалай енді ақысы? Келдім. Ертең де келем. Өзің ғашық болып қалғаннан соңысың? Миға бір
Уже, пожалуйста. Келдім, вот и все. Сенің мына қазақшаңды кісен де біле аттай едің. Сенің сынатын адам болмаған осы керек, ә? Сен мені мазақтама. Қазақшаны қалай жақсы біліп жүрсің? Қазақшаны? Менің әжем болмаған. Ол маған тілді ғана емес, біраз ғаламды үйреткен. Она что, образованная была? Нағыз мақтың өзі болады. Профессор болды ма? Профессор? Сенің айтып тұрғаныңа профессор ма? Хватай выше. Сен мені мазақ етесің. Жарайды, сен өзі орысшаға баса бер. Бірақ мен сен мазақтап тұрған жоқ. Менің әжем шынында да мықты адам болған. Ал мына жер жаман жерге ұқсамайды, оның үстіне мындай қыз келіп тұрса. Қара жұмыс істейсіңдер ме? Ауыр емес пе? Иә, қара жұмыс істейміз. Бірақ өзімнің қоғамға пайдалы екенін осы жерде ғана білемін. Көше сыпырамыз, мусор тазалаймыз, арықтарды тазалаймыз. Иә, бұның барлығы қоғамның пайдасы емес пе? Мен саған кішкене тамақ алып келдім. Правда, сухой пайком. Тамақ? Рахмет. Сен білесің, сен сондай жақсысың. Мен нені көріп тұрмын, қыз бен жігіттің кездескен жерін қара. Нағыз махаббат айтатын жер, а? Сарбос балапан, тұмсығың атайып, шоқуға жарап қалған ба? Байланыспай жүрген дұрыс. Мынау түседі ғой. Тағы да қандай өнерің бар? Ничего мордашка. Бір ауызға салғандай екен. Ол мына жерде кетсе қайтетсең. Зәренді зәртіміне түсірді ау ма? Оқыман. Асқар, байланыспай қойшы. Аяғына жығылмасам болмас. Неге білейсек ол? Байқаймын, сен әлі тәрбие көрмеген бала екенсің. Оқасы жоқ, тәрбиелейміз, байлық асықтай боласың. Мынау тұмсығыңа қарасам, сен бір интеллигенттің баласы боларсың. Папаң мен мамаң ақылды сөзді көп айтып, көп не қылған шығар. Қорықпа, біздің сөз қысқа, келте болады. Аргументіміз біреу-ақ төзі қалсын. Ол мынау жақсылап преске жіберсең, бірден аяқ бітесің. Бауыр, сенің мына жерде сандырағын тыңдап оқытқан жоқ. Жай ғана. Асқар, байланыспай қойшы. Сен шырғы өтпе. Бұл жігітке көзді ашып жұмаша қайрат қыламыз. А ну-ка, барышня, отвернись. Не трогайте его! Мы его живо обработаем. Заступница. Мына боқтаныңмен дискуссияға уақыттар. Одан да получай сразу. Вот это да. Бұны жабай десін апперкот дейді. Апперкот Естігенсің. Апперкот не естіген. Және правый хук, левый хук, клинч дегендер бар, оны естігенсің бе? Жоқ, ондай бәлені естігенім жоқ. Естімесең сол. Ай, сен өрамыздың жігіт екенсің. Өз компанияны осы олап сені адам боласың. Мына жерде товарым шалтыратсайшы. Несі? Мынау қалжың түсінбейді екен. Сен не қылыпсың? Мынау қалжың түсінбейді екен ғой. Милиция! Тағы да 15 сутканың деді ме? Түрме ұнаған ғой өзіңе. Маған да қандай? Кемінде 3 ай керек маған. Кел. Милиция! Тағы байласамыз ақ? Саламатсыз Жанжары. Асқаржан, амансың ба? Амансың ба қарағым? Түрмеден көрмеген нәрсе еді. Маған түрлеріңе қарағанда онша жайсыз емес қоны сияқты. Ой, аға, Асқарға бір хулиган тиісіп. Тағы төбелестің бе? Повторение пройдено. Өзі қорқып қашып кетті. Жұдырығыңды жақсы тұрған екенсің ғой. Байқа, мен өзі мезгілсіз келіп қалған жоқпын ба? Жоқсың Жанжары. Тап мезгілінде келдіңіз. Құлға да бірдің береке деген. Бірге шыңғара өзің. Қолыма шығыстай келу екен, өзіңді сып құртып бір сауап алатын. Шапалап қойырсаңыз да.
Жоқ, Асқар тіпті жазықсыз. Қыз намысы үшін жапа шегу жігітке әділетсіз болған екен. Баяғының аристократтары қыз намысы үшін пистолет жұмсайтын. Қазір Құдайға шүкір жұдырық қана. Ал қарағым, сен қиналма, оқасы жоқ. Рахмет аға, ал мен кетейін. Ғафу етіңіз. Қош бол әле. Ертең келесің ғой? Келем. Аха, ештеңе әкелер жоқ не? Шадыр ағам, әлемдегі қызығы, жақсы дейді. Сол. Болған соң оның кәсібетін жатыр. Ренжіген кезде болған шығар, әрине. Оның бәрі біліп қайтесің. Сонда бұл сөздің мені жамандықтан сақтағаныңыз ба? Тіршіліктің анауның сөзіңнен ала жүрген жақсы. Ассалаумағалейкум, Ореке. Құттықтаймын, Ореке. Шын жүректен құттықтаймын. Енді үлкен тойыңыз бар. Рахмет, Санеш. Бірақ алда әлі сайлау бар. Асатпай жатып, құлдық демеу керек болар. Сіздің өтетіңізге кәміл сенемін. Сол үшін бетіңізден сүйіп Рахмет, Санеш. Бірақ насакеңнің аштығын қорқам. Алдымен Орекенің қолын құттықтап, содан соң қанша сүйсеңдер рұқсат. Ал Ореке, қадамың сәтті болсын, сенің өтетіңе сәне ғана емес. Мен де сенем. Держись, Сталина. Қасыппағайын, рахмет Санжар. Үмітсіз сайтан деген, үміттенеміз ғой. Бірақ тым сенің қалсаң да жаман. Жазатайын құлап қалсаң, орнынан тұра алмай қалуың да мүмкін. Жаман айтпай жақсы жоқ деп тұрғаның ғой. Ондайдан аулақ етсін. Алда жалда ондай жағдай бола қалса, маған сен. Мен құлап үйренген тәжірибем мықты. Ассалаумағалейкум. Ал Ореке, құттықтаймын. Рахмет Қазір. Мұндай қуанышты күні үйге бір келмесем деп ұят болар деп, оның үстіне жаңа көп алдында қолыңызды мықтап қыса алмадым. Рахмет Қазір. Қызмет бағыңыз жөнмен ме әлде? Жат көздерден сескендіңіз бе? Қаза Алексеевич. Бәсе, Санжар неғып бір шағы болмақ деп едім ол. Қызмет бабаның оңай емес екенін менің орныма келгенде білесіз. Қаза Алексеевич, қорықпай қойыңыз. Әзірше ондай қауіп жоқ. Басқадан болса болар, сенен қауіп жоқ екенін өзім де білем. Білгеніңізге рахмет. Ай, Санжар, маған түгінді тікіретесің. Өзің көп нәрсе түсінбей жүрсің ғой. Қаза Алексеевич. Менің қазір түсінбей жүрген нәрсем көбейіп барады. Сәлем бердік. Анар келін. Бір жақсылықтан үміткер болғасын үйде отыра алмадық. Ал құттықтаймыз, тілектеспіз. Рахмет Қазеке. Біздің шалда бір бәйгеге қосыпсыздар. Енді көрелік оның қай жерден келеді. Әрине, жақсы сөз жарым ұрыс деген үміткеріміз. Оның үстіне шүкір, сеніміміз де бар. Ал, уақыт болып қалды. Ореке, мен тұрайын. Жақсы, рахмет. Ал, Санер, бізде тұрайық. Жақсы, мен сізден шығарып салайын. Жүріңіздер. Жарты сағат болды түнделіңіз. Терең ойға батып кеттіңіз бе? Айтсаңыз кетейін. Шағын баласының мен де әке баласынан жасырын сырларын көрдім. Әрине, өмір деген ақпен қараған емес, 90 түрлі бояу бар. Мүмкін 1000 түрлі бояу бар шығар. Адалдық пен арамдықтың да шегі бар. Сол жегенде осы болып жүрміз. Шыны керек, жұрттың бәрі мені Санжарға қиянат жасады, тіпті жаны ашымады деп те айта алмайды.
өзіңізше? Өзім де басында солай ойлаушы едім. Қал жағдайын сұрап, көмектесудің орнына. Сонда оны мүсәпір еткіңіз келді ме? Сен не деп тұрсың? Папа, Шынарбек қайрат сұрамайды деген. Ауыр айттың ғой. Әрине, әр заттың реті бар емес пе? Екі дос жаран бір-бірінің қал жағдайын сұрасып тұрса қорлық емес қой. Кейін кезде ол тепсіліп келіп, зіл тастауды да шығар. Сонда сіз өзіңізді Санжар ағайдың орнына қойып көрдіңіз бе? Санжардың бар жағдайын түсіндім-ақ қой деп жүреді. Сол Брамбо Виктор мен ең қатты бататыны Санжармен соңғы кездесудің. Сол кездесудің соңғы екенін білгенде. Мадам, сират басында түріңіз өкіліп шошып кетті. Басқаларға қарағанда Санжар ағамның қазасы сізге қатты батты. Ішіңізде бір жеген түйткілдің бар екенін мен сездім әке. Сен сөз. Мен сен қимаймын, папа. Не үшін? Не үшін екенін өзім де білмеймін, бірақ мүмкін қатты күйзелгеніңіз үшін шығар, қатты қасірет шеккеніңіз үшін шығар, бірақ мен қасыңыздамын ғой. Көріңіз! Сәлеметсіз бе, Асқар? Сәлеметсіз бе? Гүліңнен бе? Мен милицияға бардым. Милицияға келе бардым ба? Ты же сказал, что тебя выпустят вечером. Оказывается, ты давно ушел оттуда. Үйде айтым ғой. Неудобно, наверное. Жоқ, түкте не удобно жоқ жүр. Сен таныстырайын. Сәлем, Асқар. Саламат болшы. Бұл әлия дейтіңіз. Өзі жаңағы сәлематсыз ғана. Қазақша жетен кіремейді. Бірақ айтсаңыз түсінеді. Асыл тұқым овчарка сияқты өзі. Бәрін де түсінеді тақырып. Өзі сонда жақсысыз. Ал, Реш өзің осы жаңа баса бер. Кешіріңіз, он меня всегда так стесняет. Сен ең бастысы қысылма. Айта бер. Вы знаете, Асқар из-за меня пострадал. Он был совсем не приятный. Это же так возмутительно, когда честный человек из-за меня страдает. Ондай нәрсе болып тұрады. Амал қанша. Самое ужасное, я не могла заступиться за справедливость. Послушалась его. Мен оның өзіне кешпеймін. Тіпті кешпеймін. Сол кешпеген де жақсы. Ондайды өздеріңе кешпегендері жақсы. Я хотела потом встретить. Вот. Керемет еді. Әлеш, сен ана Санжар ағамды білесің ғой? Ана әдемиде жатқан екен. Я блин, жақсы адам, такой добрый, понимающий. Молодчина. Адамда не біледі екенсің. Сол Санжар ағам. Какой ужас. Сондай жақсы кісі. Түрмеден шыққан адамның қалтасында не болады? Жаңа қабірінің басына қол бар. Осы гүліңді Санжар ағамның басына қойып